Ассалаумағалейкум барша қазақ халқы. Бағана сағат 7-тен 5 кеткенде әуе апаты болғанын бәріміз білеміз. Қазіргі таңда 15 адам қайтыс болыпты. Сол 15 адам жатқан жер жайлы болсын дейміз. Және қалған жарақат алған, зардап шеккен адамдардың тез арада өткенін қалаймыз. Туысқандарына сабыр берсін. Қайтыс болған адамдардың туыстарына сабыр берсін. Ал енді қазіргі ауруханада жатқан адамдар туысқандарына да сабыр берсін. Олар жазылып кетеді деп сенемін, өйткені біз қазақ халқы әрқашанда мықты халық болғанбыз, достар. Ешқашанда бұндай апаттар болмасын, яғни ол ұшақта бірінші рет қана болмаған, достар. Баяғыда 3 жыл бұрын тура сондай жағдай болған, яғни алдыңғы дөңгелегі ашылмай қап, одан кейін бір көбік құйылған жерге қонған. Ол кезде ешкім жарақат алмаған. Қазіргі таңда бұл автобуста 95 адам отырған анықталды. 95 адам және 5 экипаж мүшесі болған екен. Және солардың 15 тауы қайтыс болған екен, достар. 14 тауы әуе апаты кезінде болса, ал біреуі ауруханада қайтыс болған екен. Енді оның туысқандарына сабырлық тілеймін. Алла бұндайды бетімізге көрсетпесін. Сіздер мен Дико, келесі кездескенше сау болыңыздар.